Математикалық сауаттылық бірінші нұсқа, бірінші есеп. Егер p-ның 3 дәрежесі 27-ге тең, q-ді 3 рет түбірге алғанда 2-ге болса, онда p плюс q-ді табыңыз. P-ны табу үшін қандай санның 3-ші дәрежесі 27-ге тең? Яғни 3 санның 3-ші дәрежесі бізде 27-ге тең. Теңдеудің екі жағында 3-ші дәрежелі түбірге алсақ, түбірдің қасиеті бойынша p3 бөлінген 3 тең 3-тің 3-ші дәрежесі бөлінген 3. Сонда 3 пен 3-ті қысқартсақ, p-ның 1 дәрежесі тең болады 3-ке, яғни p тең 3-ке. Енді q-ді табуымыз керек. Бір түбірден құтылу үшін теңдеудің екі жағында квадраттауымыз қажет. Сонда бізде 3 түбірдің астында q тең 2. Ең соңындағы түбірден құтылу үшін, яғни екі жағында квадраттаймыз. Сонда бізде квадрат пен түбір жойылады да, 2 рет түбірдің астында q тең болады 4-ке. 2-ның квадраты 4. Енді осы тәсілді тағы да қайталаймыз. Яғни екі жағында квадраттаймыз. Сонда бізде 2 түбірден квадрат пен түбір жойылып, бір түбір қалып, түбір астында q тең 4-тің квадраты 16. Енді осы түбірден құтылу үшін тағы да екі жағын квадраттаймыз. Сонда q тең 256. Яғни 16-ның квадраты 256. Енді біз q мен p-ның мәнін таптық. Есептің шарты бойынша q плюс p-ның мәнін табу керек. q бізде 3-ке тең, p бізде 256-ға тең. 3-ке 256-ны қосақ 259. Бұл бізде С жауабында тұр екен.